Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздерге осы малинаны жеке-жеке осылай дара-дара етіп қатырудың түрін көрсететін боламын. Ең оңай әдісі қысты күні пирогтарға салсаңыз, торттарға салсаңыз және шаймен ішсеңіз сіздерге өте жаздың дәмін беріп тұратын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін біз осылай малинаның бетіндегі ірілерін теріп аламыз және суымызды құямыз. Одан кейін жарты шай қасық ас содасын пайдалансаңыздар болады. Болмаса оны қоспай судың өзімен-ақ жақсылап жуып, екі қайтара жуып пайдалана берсеңіздер болады. Енді сіздердің малиналарыңыз езіліп, ағып кетпеуі үшін тура видеода көрсетілгендей қолыңызды қатты мыжбай, тек айналдыра отыра ғана, астынан үстіне аудара отырып қана жуып шығасыздар. Және жуып болғаннан кейін осындай таяқшаның үстіне міндетті түрде пакет қойыңыздар қыздар. Сол кезде ғана сіздердің жемістеріңіз тез алынатын болады. Жай тақтайдың үстіне өзіне ғана қоя салмаңыздар, ол кезде алынуы қиын болады және сіздердің жемістеріңіз тақтайдың үстіне жабысып қалады. Сол үшін міндетті түрде пакетті қоямыз және үстіне барлығын орналастырып шығамыз. Орналастырып болғаннан кейін мұздатқышқа 2 сағат, 3 сағатқа қойып қоямыз. Болмаса бір түнге қалдырсаңыздар да болады. Осылай қатып шыққаннан кейін мінекей біздің малинамыз қатып болды. Енді осы қатқан малинаны пакеттен алатын боламыз. Және осындай арнайы пакетке салып, морозилкаға сала берсеңіздер болады. Немесе бұндай пакет болмаса, кәдімгі күнделікті қолданып жүрген рулон пакетті қолдана беріңіздер. Құрметті достар, егер де менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Ол жақта барлық оңай рецепттерді көре аласыздар. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, мен сіздерді күтетін боламын. Тек малинаны ғана емес, барлық жемістерді және көкөністерді сақтайтын болсаңыздар да, бірінші осылай жеке-жеке қойып қатырып алыңыздар. Ал егер де сіздер барлығын турап-турап жуып, барлығын бір ыдысқа сала салатын болсаңыздар, ол кезде барлығы бір-біріне жабысып, сізге кейін қолдануға өте ыңғайсыздық тудыратын болады. Жасап көріңіздер, ас болсын.